Мына жерде бір стример дәл эфирде бір қызды артынан аңдып жүрген еркектен құтқарып қалды. Полиция шақырыңызшы, өтініш. Ал мына жақта басқа стример пещерада жоғалып қалған кішкентай қызды тауып алды. Бәрі жақсы жүр бізбен. Сәлемсіздер, мен Диана Кеу. Кейбір стримерлер подарка жіберіңдерші деп отыра бермейді. Тура эфир кезінде бір адамды өлімнен сақтап қалған кездері де болып тұрады екен. Бүгінгі роликте бір адамның өмірін құтқарып қалған стримерлер жайлы айтатын боламын. Еще тура эфир кезінде. Осындай да болады екен ау деп таң қалуға дайын болыңыздар. Ұрлықшыдан құтқарған стример. 2021 жылы атақты Жервин атты стример эфир кезінде көшеде бір жігітті ұрлықшыдан құтқарып қалды. Ол, как всегда, Лондонның көшесінде стрим жүргізіп жатыр еді. Уже кеш болып үйіне қайтуға такси шақырып жатыр еді. Дәл сол моментте біреудің айғайлап жатқанын естіп қалды. Оған біреу шабуыл жасады ма? Тиіспе оған, тиіспе оған. Қой деймін, тиіспе оған. Тиіспе деймін, құры бар. Полиция шақырыңызшы. Құрып кет деймін саған. Құры. Тиіспе оған. Полиция шақырыңызшы, өтініш. Мақыл. Полиция шақырыңызшы. Міне. Кет дедім саған. Полиция шақырыңызшы. Міне шақырып жатырмын. Ана жігіт мына жігітке шабуыл жасады, ұрды, велосипедін ұрламақшы болды. Сәлеметсіз бе, бұл полиция не болып қалды? Саламатсыз ба, мына жақта бір жігітті тонамақшы болды. Сонда ана ұры жігіт велосипедті ұрламақшы болған екен. Бірақ бақытқа орай дәл сол жерде стример бар болып қалды. Қысылып қалған қыз. Бұл жағдай дәл қазір әлем бойынша бірінші орында тұрған iShowSpeed атты стримермен былтыр ғана болды. Ол Малайзияда қыдырып жүріп стримге кіреді. Торговый центрлердің бірінен тамақтанып алайын дегені нағыз трагедиямен аяқталуына сәл-ақ қалды. Өйткені стримердің фанаттары оған қарай жүгіріп, жан-жақтың бәрі фотоға түсейікші деген адамдарға толып кетті. Ол кафеге кіргенде даже уақытынша кафе жабылып та қалған екен. Ал сол жердегі қыздардың бірінде паническая атака басталып кетті. Өліп қалуыма сәл-ақ қалды. Не? Өліп қалуыма сәл-ақ қалды деймін. Менің бойым кішкентай, жай ғана тамақтанғым келіп еді, бірақ адамдар көбейіп кетіп, бір-бірін итере бастады. Барлығы жақсы ма? Қалайсың? Менде паническая атака. Бәрі жақсы ма? Құдай-ай, барлығы дұрыс па? Өзіңді бас, бәрі жақсы. Жақсысың ба? Әй, қызға су беріңдер, су әкеліңдерші. Тіпті дем аламай жатыр. Стримердің арқасында қыз жаймен өзін басып, паническая атакасы кетті. Жағдайың жақсы ма? Әй, су әкеліңдерші, су деймін. Жаймен су ішіп ал, бәрі жақсы. Осы нәрсе менің жынымды шығарады. Бір-бірлеріңді итеруді қойыңдаршы, тоқтаңдаршы. Мына қыздың бойы кішкентай, бар жоғы 1,5 метр. Басқаларды итеруді қойыңдаршы. Сталкерден құтқарған стример. Бұл жағдай байкер стример NZVB Hero'ның эфирінде болды. 2023 жылы ол түнде эфирін қосады. Бір уақытта артынан бір еркек қалмай жүрген қызды көріп қалады. Стример сразу қызға көмектеседі. Ей қыз, тоқта, номеріңді бер деймін саған. Полиция шақырыңызшы, өтініш, шақырыңызшы. Ұстама деймін, ұстама деймін саған. Ол менің қызым, түсіндің ба? Ұстама. Ол еркек қызбен қатты танысқысы келген екен. Чота ішіп алған сияқты ма, я? Стример бұл менің қызым деген соң ғана еркек өзін басып кетіп қалды. Кетсең болады, кет. Кет деймін саған. Құдай-ай, үлкен рахмет. Барлығы жақсы ма? Иә. Кейін стример қызды үйіне дейін апарып тастаған екен. Үңгірдегі кішкентай қыз. Бұл сұмдық жағдай Exploring with Joss атты блогермен болды. Ол әлемдегі баруға, кіруге болмайтын ең қауіпті жерлерге барып зерттеумен айналысатын блогер. 2016 жылы достарымен бірге Вашингтондағы атақты үңгірлердің біріне барады. Әрине эфирді қосып алады. Басында бәрі жақсы болды, бірақ кейін жүретін жол тек кішірейе бастады. О, құдайым-ай. Құдай-ай. Барынша еңкейіп кетіп бара жатырмыз. Қазір аяқталады ау. Біз енді бастадық қой. Мен жүрген сайын одан бетер еңкейіп жатырмын. Көргендеріңіздей ары қарай жүрген сайын жол кішірейе бастады. Ауа алулары да қиын болып, енді артқа қайтамыз дегенде ары қарай жол ашылып дальше кетті. Сөйтсе ол жақта жоғалып қалған қыз тұр екен. Ағылшынша сөйлейсің ба? Сөйлемейсің ба? Мақыл. Бізбен жүр.
Қыз қатты қорқып қалған, жылап тұр. И тамақсыз, жарықсыз, бүтіндей қараңғы жерде неше күн болғанын білмейміз де. Не болып кетті? Біз енді артқа қайтпақшы едік. Тура сол кезде кішкентай қызды көріп қалдық та қорқып кеттік. Ата-анасы кім екенін де білмейміз. Басында ол жерде жатыр еді. Мен оған сөйлеп бастадым, бірақ ол жауап бермеді. Сөйтсем ол ағылшынша сөйлемейді екен. Кішкентай қыз ол жерде қанша уақыт тұрғанын білмейміз де. Қап-қараңғы еще. Мен оған бізбен бірге жүр деп жатқанымда как раз қыздың ата-анасының қызын іздеп жатқан дауыстарын естіп қалдық. Бізбен бірге кетіп бара жатып, қыз қатты жылады. Не болып кетті өзі? Блогер қызды сыртқа шығарған соң ата-анасын көріп қалыпты. Сөйтсе олар үңгірде саяхаттап жүргенде қыз жоғалып кеткен екен. Көрсетуге болмайтын белгі. Тағы да iShowSpeed атты стример. Былтыр ғана Нью-Йоркта стрим жүргізіп жатып магазинге кіреді. Артынан оның фанаттары да қалмай жүрді. И фанаттардың бірі стримерге қолыңды былай жасашы дейді. И жігіт оның көрсеткенін қайталайды. Бірақ ол бандиттердің белгісі еді. Мә саған, біздің қасымызда Спидтің өзі тұр. Спид, былай жасашы. Бұл не? Енді сен бізбен біргесің. Бұл не? Сен енді біздің қатарымыздасың. Арадан 1-2 минут өткен соң стримерге оның досы хабарласып, олай жасама дейді. О, маған Кай хабарласып жатыр. Кай, ей Спид, ол жерден ешкім жоқ жерге шығып тұршы. Мақұл, не болды? Бро, олардың көрсет деп тұрғандарын істеуші болма. Мақұл, олар бандиттердің белгісін көрсетіп тұр. Жоқ, мен әшейін орта саусағымды көрсеттім. Жарайды. Не мағына беретін білмесең көрсет дегенді жасаушы болма. Жарайды, мен сені түсіндім. Ондай белгілер кейбір бандиттерді ашуландыруы да мүмкін екен. Жай ғана сондай жесті көрсету арқылы өліп кетуің де мүмкін. Досының уақытында хабарласып қалғаны жақсы болыпты, иә. Ерекше ауруы бар фанат. Бұл оқиға 2018 жылы ең атақты геймерлердің бірі Ninjaмен болды. Ninja стримде кеш ұйымдастырып, оған өзінің үлкен фанатын шақырады, бірақ ол фанаттың ерекше ауруы бар еді. Дәл қазір сіздер Гейдж және оның мамасын көріп тұрсыздар. Стейси, біздің кешке келгеніңіз үшін рахмет. Гейдждің оқиғасын айтып бере аласыз ба? Гейджге бар жоғы 3 жасар кезінде рак диагнозы қойылды. Ол осындай кештерге келгенде қатты қалайтын еді, бірақ оның денсаулығына байланысты тіпті мектепке де бара алмай үйде отырды. Ол ойын ойнағанда қатты жақсы көреді. Ол ауырып үйден шыға алмай отырғанда ойын оның көңіл күйін көтереді. Мен Нинджаны жақсы көремін. Ол бүкіл әлемге шабыт береді десем де болады. Ол маған әлсіз болып тұрсам да мектепке баруыма күш сыйлады. Оның ойындарын көріп миым демалады. Кел мұнда шық. Кел маған. Мені құшақташы. Рахмет саған, келгеніңе рахмет. Бұл ойын стримері жай ғана ойын ойнағаны арқылы баланың өмірге деген құлшынысын сақтап қалды. Керемет, я? Депрессиядағы қыз. Тағы да iShowSpeed стримері. Speed стримдерін YouTube'да енді бастап жүргенде чат арқылы басқа адамдармен көп эфирге шығатын еді. Бір күні оның эфиріне бір қыз түседі. Қыздың жақында ғана жақын досы қайтыс болып депрессияда жүрген екен. Сенің ең үлкен секретің қандай? Мен өз-өзіме қол жұмсамақшы болдым. Өзің сұрадың ғой? Иә, білем ғой, бірақ уайымдама, бәрі жақсы болады, реттеледі. Мен ең жақын досымды жоғалтып алдым. Жағдайым жақсы емес. Қайғыңа ортақпын, мен білмедім. Жақсысың ба? Жоқ. Көмектесе аламын ба? Менің әкемді тірілте аласың ба? Менің досым әкем, ол армияда қайтыс болды. Қыздың айтуы бойынша, оның айтып жатқаны қайтыс болған досы өзінің әкесі екен. Әкесіз қалған соң депрессияға түсіп, тіпті өзіне қол жұмсамақшы да болған екен. Қалай қайтыс болды? Оу, айтпасаң да болады, кешір. Ол армияда еді. Аха, ол армияда еді, оны атып кетті. Құдай-ай. Стример барынша қыздың көңіл күйін көтермекші болды. Бәрі жақсы болады, мұңайма деп күлдіртуге де тырысты. Әлемдегі ең ауыр стрим. 2024 жылы бұл жағдай сразу 2 стримермен болды. Кликс және Лейси. И бұл стрим әлеміндегі ең атақты сәт болды. Барлығы қайғылы жаңалықтардан басталды. 17 жасар Троя атты жігіт Америкада жоғалып кетеді. Баланың әкесі сразу полицияға ұлым жоғалып кетті, бірақ оның ауруы бар. Ол шизофрения. Арнайы дәрісіз ұзақ өмір сүре алмайды деп айтады. Бірақ 1,5 ай бойы жігіттен ешқандай хабар болмады. Оны дәрілерінсіз уже өліп қалған-ау деп санап жүреді, бірақ ешкім күтпеген бір жағдай болды. Троя, яғни жоғалған жігіт, Кликс пен Лейсидің стримінде байқалып қалды. Ол Америкада емес, Майамиде еді. Бізді қазір 50 мыңнан көп адам қарап отыр. Біз эфирдеміз.
Сіздер эфирдесіздер ма? Сенде бәрі жақсы ма, бро? Неге менің үстімнен күліп тұрсыңдар? Оу, қалайсың? Бәрі жақсы. Бро, сенде бәрі жақсы ма өзі? Мен спартанецпін. Жоқ, сен спартанец емессің, бро. Сенде бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Стримерлер жігіттің ауруы бар екенін білмей оның үстінен күле бастады. Оны точно бірдеңе қабылдап немесе шегіп алған деп ойлады. Дәл осы стрим бітіп 1-2 сағат өткен соң стримерлердің почтасына бір хат келді. Ол жоғалған баланың ағасы екен. Сәлеметсіз бе, менің атым Трент. Менің жоғалып кеткен інімді сіздердің эфирлеріңізде көрдім. Ол жасыл шорты киіп алған еді. Стримерлер оның үстінен күле бастады. Ол наркоман емес, ол шизофрениямен ауырады. Оның жасы 17-де. Маған көмек берсеңіздер риза болар едім. Інім 3 ай алдын жоғалып кетті. Інімді өлген деп ойлап жүрдік. Сонда осы жігіт дәл сол жоғалып кеткен и оны уже өлдіге санаған жігіттің өзі еді. Сонда жігіт үйдегілерге магазинге кеттім деп автобусқа отырып басқа қалаға кетіп қалған екен. Бар ойы Майамиге барып атақты жұлдыздарды кездестірем деген. 6 апта бойы почти ешқандай тамақсыз, сусыз жүріп осы жерде оның қатты азып кеткені көрініп тұр. Ағасы почтаға жазған соң стримерлер полицияға хабарласып, әкесі ұлын тауып бірге үйлеріне қайтқан екен. Шегетін жігіт тағы да спид стример и оның да стример досы Кай. Бір күні екі дос эфирде покупка жасап жүріп, сыртта вейп шегіп тұрған бір еркекті байқап қалып, оған барып, егер вейпті сындырсаң, біз саған $300 береміз дейді. Ол біздің ақшамен 150 мыңнан асады. Мұнда қара, сен шегіп тұрсың ба? Иә, қара, мен бүгін сенің өміріңді сақтап қалсам бола ма? Жоқ, керек емес. Жоқ, тыңда, бүгін сенің өміріңді құтқарып қаламын деймін. Басында жігіт келіспей тұрған еді, бірақ кейін сонда да мақұл деді. Стримерлер оның вейпін эфирде отырған 10 мың адамның көзінше сындырып тастады. Құдай мені саған шегуіңді тоқтату үшін жіберді, түсініп тұрсың ба? Ой, жарайды, келістім. Қаншаға? Мен оны 200-ге алдым. Давай 300. Шегуіңді тоқтат. Шегуіңді тоқтат. Шегуіңді тоқтат. 3, 2, 1. Құтқарушы стример. Роб SD атты атақты стример. Ол негізі итак адамдарды құтқарып жүретіні үшін атақты. Японияның көшелерінде адамдарға көмектесіп жүреді. Көбінесе қыздарды жабысып қоймай қойған жігіттерден құтқарады екен. Бір күні стример бір қызды бірнеше жігіттердің қоршап тұрғанын көріп қалады. Сол жігіттердің бірі даже қызға жабысып қолын ұстап тұр еді. Стример қызға бұның бәрі ұнамай тұрғанын көріп араласа бастады. Ана қыздың көкірегі жақсы екен, мына қыздың кожасы жұмсақ екен. Бро, қой болды. Жоға, бәрі жақсы ғой. Жақсы, сау болыңыз. Сен бәрін құрттың ғой. Құрттың бәрін. Стример молодец. Қызға шынымен ұнамай тұрғаны түрінен көрініп тұр еді, и сразу қашып кетті. Мә, әлемде жақсы адамдарды көпшілік екен ғой. Барлық стримерлер молодец. Ал видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Тез-тез 500 мыңға жеткізіп тастайық. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.